Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге слезы ангелы, яғни періштенің көз жасы атты керемет пирогтың рецептін ұсынатын боламын. Өте дәмді, ауызда ейтін пирогтардың бірі. Өзім жасағаннан кейін күшті шықты және сол рецептпен сіздермен бөліскім келді. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге үйреніп алыңыздар және каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп, қасындағы қоңырау батырмасын басып қоюды ұмытпаңыздар. Ал ендеше бастаймыз. Ең әуелі бөлме температурасындағы сары майды ыдысымызға салып, үстіне 2 ас қасықтың көмегімен қантымызды саламыз және ұнымызды салып, ұнымызды алдын ала міндетті түрде електен өткіземіз. Разрыхитель салып, қолымызбен ұсақтап крошка жасап алатын боламыз. Мінекей бізде осындай крошкамыз дайын болады. Енді осы крошканың үстіне жұмыртқаның сарысын саламыз және 1 ас қасықтың көмегімен қаймақты салып, жақсылап қолымызбен жұмсақ қылып қамырымызды илеміз. Егер де қамырымыз иленбей жатса, тағы да 1 ас қасық жаңағы қаймақты қосып жіберсеңіздер болады. Бізде жұмсақ 1 келкі қамырымыз дайын болуы қажет. Мінекей бізде қамыр дайын болды. Енді осы қамырдың бетін маечкамен жауып, 10-15 минутқа тындырып қоятын боламыз. Немесе холодильникке салып қойсаңыздар да болады. Ал енді начинкамызды дайындаймыз. Ол үшін бізге сүзбе қажет. Сүзбені ыдысымызға салып, үстіне 3 жұмыртқаның сарысын саламыз. Ағын ешқандай қоспаймыз, сарысын ғана саламыз. Қантымызды саламыз, ванильный қантты саламыз және қаймақты қосып, барлығын блендердің көмегімен езіп аламыз. Блендер болмаған жағдайда шанышқының көмегімен жақсылап езіп алыңыздар. Бізде сол кезде әдемі 1 келкі осындай блендермен езсеңіздер воздушный болып шығатын болады. Мінекей бізде осындай сұйық массамыз дайын болды. Енді бағанағы қамырымызды алып, формамызға жақсылап жайғастырып шығамыз. Яғни астына және шет-шетіне бортиктарын жасап, осылай формамызға жайғастырып аламыз. Қамырымызды барынша жұқа қыламыз. Шет-шетін осылай асықпай жасап алсаңыздар болады. Енді осы дайын болған форманың үстіне сүзбелі массамызды салып, бетін дәл осылай жазып шығатын боламыз. Және міндетті түрде 1 сілкіп алыңыздар, сол кезде жақсылап жайғасады. Қызып тұрған пеште 180 градуста 30 минутқа салып аламыз. Ал оған дейін бетіндегі меренгасын дайындаймыз. Ол үшін бізге жұмыртқаның ағы керек. Басында біз тек қана сарысын пайдаландық. Енді ақ белокты, яғни пайдаланамыз. Белоктың үстіне қантты немесе сахарный пудраны қосып, осылай әппақ болғанша жақсылап 4-5 минут шамасында миксерлейміз. Басында жылдамдықты азайтамыз, кейін жайлап көбейте отырып, осылай әппақ масса болғанша жақсылап миксерлейміз. Біздің массамыз осылай төңкерген кезде құлап кетпеу керек. Мінде бізде осындай масса болды. Енді осылай формаға, яғни құйып алдым. Осындай пакетке және осындай насаткамен бетіне осылай әрлеп шықтым. Қалауларыңыз бойынша жай сол күйі құя салсаңыздар да болады. Егер осындай насатка болмаса осылай әдемілеп өздеріңіз түрліше қылып жасасаңыздар болады. Енді дәл осы күйінде тағы да 10-15 минутқа, яғни беті сарғайғанша қызып тұрған пешімізге салып алатын боламыз. Қараңыздар, бізде осылай беті сарғайып пісіп шықты. Енді бетін дәл осылай жауып қоямыз. Ыстық күйінде, сол кезде бізде бетіндегі мынандай слезы ангелы тамшы-тамшы жастарымыз пайда болады. Холодильникке міндетті түрде 2 сағат көлемінде суытып аламыз. Толық суығаннан кейін барып кесеміз. Мінекей осымен біздің пирогымыз дайын, өте дәмді, өте керемет, формасында әдемі ұстап шықты. Міндетті түрде сіздерге жасап көруге кеңес беремін. Сіздер үшін арнайы осылай кесіп көрсеттім. Қараңыздар, меренгасы 1 бөлек, сүзбелі және тестасы 1 бөлек әдемі шығатын болады. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздерге пайдалы болды деген үміттемін. Келесі видеода жолыққанша сау болыңыздар.